Құдай сіздерді жарылқасын, Құдайдың ақ батасы болсын, Құдай сіздерге әрдайым өзінің саулығын берсін. Өйткені Құдайға мүмкін емес нәрсе жоқ. Осы саулықты Құдайдан келетін, Исадан келетін саулықты сеніммен әрқашанда қабылдаңыз. Өйткені Құдай ол жаратушы ие, сізді анаңыздың құрсағынан жаратылып жатқан жерден сізді таңдап алды, сізге әрдайым қуаныш сыйлайды. Осы киелі кітапта Жохан жазған ізгі хабар 1-ші тарау 1-ші аятында былай деп жазылған: әуел баста сөз болатын, сөз Құдайда болатын, сөз Құдай еді, сөз әуелден ақ Құдайда болатын, Құдай бәрін сөз арқылы жаратқан, жаратылғанның ештеңе де онсыз пайда болмаған. Көрдіңіздер ме? Біздің сөзімізде күш бар, біздің сөзімізде Құдайдан келген жарылқау бар. Біздер әрдайым жақсы нәрселерді айтып, жақсы нәрселерді өзіміздің өмірімізге, көрші көлемдеріміздің өмірімізге, таныс тамырларымыздың, тума туысқандарымыздың өміріне жариялауымыз керек. Біздер жариялауымыз керек тума туысқандарымыз үшін, я болмаса көрші көлемдеріміз үшін, таныстарымыз үшін саулық сұрап сыйынып жатсақ, соны сеніммен жариялап, сеніммен сол саулықты қабылдасын, сеніммен мен өзімнің саулығымды қабылдаймын деп жариялауымыз керек. Ешқандай ауруға, ешқандай қара түнектің істеріне ешқашанда мойынсынба, мойын бұрма. Құдайдың сөзінен оқып, өзіне Құдайдан күш қуат, жігер, саулық ал. Өйткені Құдайға ол мүмкін емес нәрсе жоқ. Аумин. Біздің сөзімізден, біздің аузымыздан қандай сөз шығады? Жақсы сөз жарым ырыс деген осы қазақтың мақалы бар. Сол мақал Құдайдан. Өйткені біздер әрқашанда өзіміздің өмірімізде, бала шағамыздың өміріне әрдайым жақсылықты жариялауымыз керек. Аумин. Біздер осы киелі кітапта оқығанда, киелі кітапта жазылған Иса бір жүзбасын кездестіреді. Сол жүзбасының үйінде оның жаңағы көмекшісі ауырып қалады. Сол көмекшісі ауырып қалғанда, ода қатты сыйыну дұғасында жаңа Исаның алдына келіп, ол жалынып сұранады: менің жаңа көмекшім, үйдегі өте жақсы адам, ол ауырып қалды, сол сауықтыршы деп жаңа Исамен сөйлесіп, ол Исадан сұрайды. Иса оған айтады: жүр, сенмен бірге барайын дейді. Сонда ана жүзбасы айтады: жоқ, тек қана сенің бір ауыз сөзін, егер де сен сол сөзді айтсаң ғана сол менің көмекшім саулық алады деп. Сонда Исаны сол басшының сенімі таңғалдырады. Өйткені ол сол сеніммен Құдайдан тек қана бір ғана ауыз сөз сұрады: сенің көмекшің, сенің үйдегі ауырып жатқан адамын саулықты деген сол сөз, сол жаңағы Исаның сөзі, Исаның жарылқауы, Исаның саулығы сол жүзбасшысының көмекшісіне кенеледі. Сондықтан Құдайға мүмкін емес нәрсе жоқ. Сол адам сияқты біздер әрқашанда сол сөзді сеніммен қабылдауымыз керек. Сеніммен жариялап, егер де біздер Исадан сұрасақ, ол біздерге ешқашанда аямайды еш нәрсені. Ол біздерге әлбетте көмектеседі, жәрдем береді, саулық береді. Сол жүзбасшысы сияқты біздер әрқашанда Құдайдың алдына келгенде, сол жалғыз Құдайдан сеніммен саулық бір сөзін ғана Құдайдың, сенің сұрап тұрған сұрап тұрған дұғаң орындалды, сен сол саулықты алдың, ешқашанда күмәнданба деп айтқан сөзі біздерге сондай қуаныш сыйлайды. Өйткені біздер адам ретінде біздер кейбір кезде күмәнданып қалатын болады. Ой, ол саулық келе ма? Ой, мен қатты денем ауырып тұр, мен тым ауратып қалдым, мен тағы да ауырып қалдым деп біздер кейбір кезде өзімізді аяп солай айтамыз. Оны біздер айтпауымыз керек, ондай сөздерді. Біздер шынымен Құдайдан саулықты жариялауымыз керек. Жоқ, мен денем ауырып тұрған жоқ, мен Құдайдан саулық алдым, Құдай маған шипалы ем берді, мен сол шипалы ем арқылы Құдайды мадақтаймын деп әрқашанда жарияласақ, сол саулық біздердің денемізде, біздің өмірімізде
Құдайдың куәлігі ретінде болады. Құдай сені жарылқасын. Қазір өзің ауырып жатқан денене қолыңды қой, бауырым. Сол саулықты Құдайдан қабылда. Сол бір сөз Құдайдың сен саулықтың деген, сенің рухани да, физикалық, эмоционалдық та саулық сенің бойында деп саған айтқан сөзін қабылда. Өйткені Құдайға мүмкін емес нәрсе жоқ. Иса Масихтың атынан сен шипалы емін осы адамға кенеліп, сенің куәлігін, сенің ғажайып ісің болып, сенің киелі есімін әрдайым мадақталсын. Осы киелі кітаптағы сөзге біздер тұрамыз, мойынсынамыз. Біздер әрқашанда осы сөзден, Құдайдың сөзінен, Құдайдың уәдесінен сол саулықты қабылдаймыз. Иса Масихтың атынан, аумин.